Мен Бекжанова Салима, Бозатау районы поселка Похралары жерінде шаңырақ ағзаларымызбен жасаймыз. Қазіргі уақытта нәпақадамын. Сол нәпақада болуыма қарамастан үй алды қитақ жерлерінен өнімді пайдаланып келмектемен. Үй алды қитақ жерлеріне жетістіріп отырған өнімлерді бірінші нәубетте шаңырақ ағзаларымызбен, онан қала берсе қалғанын ішкі базарларымызға сатып, шаңырағымызға дарамат келтіріп отырмын. Президентіміздің Қарақалпақстан Республикасына сапары давамында Бозатау районында болғанында біздің шаңыраққа келуі һәм шаңырақ ағзаларымызбен ұшырасуы үлкен бір қуаныш болды біздер үшін. Аз ғана минеттерімізді үлкен бір бағалануы біздер үшін үлкен бір қуаныш еді. Беріліп отырған имканиятлардан һәм жеңілдіктерден өнімді пайдаланған халда 1,5 сотиклі пәрнекті алып, оған помидор өнімін жетістіріп отырмын. Екінші 14%-лы кредит алып, 1,5 сотиклі пәрнек алып, оған қияр өнімін жетістіріп отырмын. Өткен жылы жоғары кеңес басшылығының үйге келіп, ұялды қитақ жерлерін көріп танысқанда біз ол кісіге ұсыныс еткен едік лимон егуін. Сол уақытлары қаржылай жәрдем беріп, қазіргі уақытта лимон өнімін жетістіріп жатырмыз. Һәм қазіргі уақытта бірінші өнімін беріп бастады. Қауіпсіздігіміздің 35 жылдық байрамымен халқымызды шын жүректен құттықтаймын. Һәм де осындай имканиятларды, жеңілдіктерді беріп отырған құрметті президентімізге үлкен миннәтдаршылық білдіремін.